Allah'a rızamız. Sosun осы özümüzün keşege ötken ata-babalarımızın kasiyeti kaderi solardan örgüsün üstab olsağın осы zamandaga Kazak balasına, Müslüman balasına ırzaşılamaydı. Başka men de istemiyorum. Осы мына жерде апаларыма қарап отырсам, бұл кісілердің тағдыры бір бөлек. Жаңа баласы бар, бірақ ақылы түрде осы қарттар үйіне әкеп жатқызып жатыр ғой. Енді мен сол балаларына таңғалам. Bir ата-ана 5-6 баланы туып, дүниеге алып келіп, қағат сонда 5-6 баланың ішіне бір баласы әке-шешесін бағамай ма? Одан қайта сол 5-6 баланы баққаннан гөрі бір мал асырасаған дұрыс сияқты менің ойымша. Соның қадірі бар сияқты 5-6 балаңадан гөрі. Содан кейін мына атаңа не істесең, ата-анаңа не істесең, алдыңа сол келеді дейді. Әрбір жақсы ұмытпау керек. Ертең мына осы әке-шешелерімізді қарттар үйіне әкелсе, ертең оның балдарды әке-шешелерін қарттар үйіне әкеліп тастауы мүмкін. Соны ойланбай. Өмірдің жолын өткерген, көктем мен көзін көп көрген, қаз болып қардан гүл термей, кезекпен қазыл шоқ тереген. Анамды аңсап барғанда, сен беріп тұрған барманға, нұржалы қара ошағым, сәл суып оттан қалған ба. Көңілім сондай босады, жолуын бізге тосады. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Ақ бауыр сағын пісірген, дәмдігі басын пісірген, анамның ошағы менен, қарызбын қошағы үшін мен. Түні түзі шығатын, күйесі кие жоғатын, анамның қазан ошағы бәрінен биік тұратын. Көңілім сондай босады, жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Өшірмеймін деп сөз берген, кезегін қалап аузыма, от жағып жатты ақ жеңген. Айналып қана кетейін, қадіріңе қайтып жетейін, жеңешем асы піскенше, ән салып күйім шертейін. Көңілім сондай босады, жылуын бізге тосатын, қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Қазаны оттан түспейтін, қызуы қайтып өшпейтін, анамның жаққан ошағы. Anamның жаққан